Ақбаяның көңіл-күйі тұрақсыз болды. Ақбаян өз туралы Қызылқоға ауданы Жанкелин ауылдық мектепті бітіріп, Ақтөбе қаласындағы колледжде оқығанын және де оқуды бітіріп келіп, Ақтауда әртүрлі жұмыс орындарында жұмыс жасағанын, содан кейін 2016 жылы қаңтар айында Рәсімәли Сұлтанға тұрмысқа шыққанын айтады. Одан 5 бала барын айтып, үлкен баласы қыз бала 2016 жылға, екіншісі ұл бала 2018 жылға, үшінші баласы 21 жылға, қыз бала 4-ші 2022 жылғы. Соңғы қыз баланың туған жылын білмеймін, ұмытып қалдым деп айтты. Мен соңғы уақытта баланы туғанда алып жүрдім. Баламды Махамбет ауданында енем бақты, мен доктарға қаралып жүрдім. Доктарға айтты, шетелге барып қарал деді. Басымды қаратуға бардым, басым қатты ауыратын еді. Шетелде жолдасым Сұлтан екеуміз мені доктарға қаратуға бардық. Түркияға бардық, басымды тексерді, витаминдер берді. Үйім сол жақта уақытша жұмыс жасап жүрді. Бір қонақ үйде жаттық, мен көбіне ұйықтай бердім. Менің қолымда телефон болған жоқ, Сұлтан алып қойды. Мені және жолдасымды не себепті полиция ұстаған білмеймін. Бағанағы жерге мені апармаңыздар. Мен психикалық ауруым жоқ деп сұрақтарға баяу жауап берді де, көбінесе білмеймін деп жауап бердім, асартып отырды, шаршап отырдым. Қолымда қаламсапты тастай салатын кездері болды. Көп сұрақтарға жауап бермейді, шаршап отырмын деп адамға тіке қарамайды. Содан кейін емдеу тағайындалып ұсынған. Оларға жоқ, мен қамғыны істеміз көйлегін кетіп қалдым.